Сәлеметсіздер Бүгін біз сөздік тақырыбını жалғастырамыз. Бүгін сөздіктерге элементтерді қосу және сөздіктерден элементтерді жоюды көреміз. Алдыңғы тақырыбымызда, алдыңғы видеомызда біз маусымдар деген бір сөздікті құрастырған едік. Бұның ішінде бір қысқа, екі көктемге, үш жазға, төртті күзге тең еді. Ал деген мысалы biz bir elementті жою үшін не істейміз? Жоюдың деген үш жолы бар. Ең біріншісі бұлардан бірі pop item дегенге кіреді. Pop itemді қолдану үшін біз деген сөздігіміздің атын жазамыз. Бұл жерде маусымдар. Ondan кейін нүкте, бұл бір әдіс болған үшін pop item деп жазамыз. Мына жерде pop item. Жақшаның ішіне дым жазбаймыз. Себебі бұл ең соңғы элементті жояды. Pop item, ondan кейін print, маусымдар деп жазған кезімізде сақтап жүргізейік. Көргеніңіздей бізге тек қана бір қыс, екі көктем, үш жазды беріп тұр. Яғни біздің деген төртінші күз деген элементімізді жойып жіберген. Бұндан басқа pop item'дан басқа biz деген әрбір деген элементті өзімізге керек элементті жою үшін, мысалы бұл жерде деген мен күзде емес, мысалы көктемді немесе жазды жоюым келеді дейтін болсаңыздар, бұл рет біз деген pop item емес, pop деген әдісті қолданамыз. Бірақ pop деген әдісте біз деген міндетті түрде мына жерде де сізге көрінгендей key дейді. Яғни біз деген бұның яғни кілт элементini айтуымыз керек, беруіміз керек. Бұл жерде мысалы мен pop 2 деп жазған кезімде маған енді көктемді жойып, ондан кейін print шығарып береді. Яғни көргеніңіздей printtің нәтижесі бұл рет қысқа тең, жазға тең және күзге тең болады. Бұл екі жолы. Бұндан басқа біз деген дәл осы pop сияқты, бірақ деген pop'тан кішкене басқаша тізімдерді көрген жақшамызды, тік жақшаны қолданып, және des деген сөзді қолданыпты деген бір элементті жойсақ болады. Бұл рет мысалы маусымдардың қай біреуі? Бұл рет мысалы жазды жояйық. Бұл кезде біз деген 3 деп жазамыз. Енді сақтап жүргізген кезімізде көргеніңіздей бір қыс, екі көктем, жазымыз жоқ, 4 күзіміз бар. Яғни bir элементті жоюдың 3 жолы бар. Біреуі ең соңынан жояды. Бұлардың әрбіреуінің сізге керек жерлері болып қалуы мүмкін. Бірақ екінші мен үшінші, яғни pop әдісіменен del сөзі бір-біріне жойылуы бір-біріне өте ұқсайды. Енді біз деген бір элемент қосқымыз келсе, онда көбінесе мынандай деп жазамыз. Мысалы, маусымдар дейміз. Маусымдар. Ondan кейін тік жақша ашамыз. Мысалы, қолымызда 5-ші бір деген маусым болсын деп ойлаңыздар. 5-ші маусым бұл кілт сөз болады. 5-ші дегеніміз кілт сөз болады. Екіншісі болса соның мәні. Екінші, яғни теңдіктен кейін оның мәні беріледі. Бұл жерде кілт сөздер қай біреулері? 1, 2, 3, 4 бұлардың барлығы кілт сөз. Ал 1-дің мәні қыс, 2-ның мәні көктем, 3-дің мәні жаз, 4-дің мәні болса күз. Ал 5-дің мәні біз деген новый деген жаңа бір деген маусым құрастыратын болсақ, мысалы күзірек дегендей бір маусым құрастырайық, күзірек дегендей. Бұл маусымды құрастырып енді сақтап жүргізген кезімізде көргеніңіздей біздің сөздігімізге біз деген 5-ші элементті өзіміз қосқан боламыз. Яғни қосу үшін біз кодымызды осылайша жазуымыз керек болады. Бүгінгі сабағымыз тек қана осымен тұрады. Яғни сөздікке немесе бұлайынша деген мен барлық деген сізге деген деректер типін көрсеткен кезімде олардың ең керекті жері оларға деген элементтерді қосу және элементтерді жою еді. Мен сізге тағы бір нәрсені көрсетейін. Видеомды аяқтамасын әлді. Кейде бізге деген сөздікті босатуымыз керек болады. Яғни сөздіктің ішіндегі барлық деген элементтер жойып жіберуіміз керек болады. Бұл үшін болса, біз деген алдыңғы тақырыптарда көргеніміздей маусымдар нүкте clear деген әдісті қолданамыз. Clear деген әдісіміздің мағынасы не еді? Clear деген тазалау.
Тазартуу деген маана келетін еді. Яғни бұл жерде маусамдар деген сөздіктің ішіндегі барлық элементтерді жойып жібереді. Сақтап жүрген кезімізде көргеніңіздей енді той бізге келеді. Бүгінгі видеомыз, яғни бүгін мен сізге түсіндіретін ойымдағы нәрселер тек қана осылар еді. Сізге бұл видео ұнаған шығар деп ойлаймын. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар.